Бәріне сәлем достар, бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар, бүгін біз осыншама дегенде темірден және де алтыннан, изумруттан, алмаздан жасалған үйлерді салыстыратын боламыз. Достар, мен қазір дәл қазір ауырып тұрмын, сондықтан дауысым более-менее көңілсіз болуы мүмкін, бірақ та барынша көңілді қылуға тырысамын. Достар, бүгін біз осы төрттен салыстыратын боламыз, ал ендеше іске кірісейік. Бізде ең бірінші бұл темірден жасалған үйді салыстырамыз. Мұнда бізде мына қол жуатын жер, мұнда гүл бар, мұнда бәрі сұр түсте, печка бар. Мұнда тоже не бар? Мұнда тамақ ішетін жер бар, плюс тамақ ішетін жер бар. В общем, осылар. Достар, бізде мұнда тағы да бөлме бар. Мына бөлме деген әдемі. Бізде осындай полный сет бар. Мұнда шалкер, шалкердің ішінде темірден жасалған жаттар және де темірдің өзі. Мұнда енді отырып, примерно жұмыс істеп, монтаждауға болатын компьютер, ноутбук бар. Ұйықтайтын жер, картина. Ойбай! Суретке келтіруге жайт осылай тұра берсін. Вроде достар, осылар бізде темірден жасалған үйде. Достар, мен темірден жасалған үйге примерно 10-нан 10 деген баға беремін. Ал сіздер қанша баға бересіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал біз алтынға көшеміз. Алтыннан жасалған үйге кіреміз. Мұнда нормально. Кстати, алтында енді бұл сары түс болғаннан кейін сары түске байланысты болады. Мұнда библиотека, тамақ ішетін жер нормально келіп отыр. Мұна комнатасы бар екен. Достар, мұнда сағат бар екен, прикиньте. Сосын мұнда диван, отыратын телевизор, төсек. Мұнда чист, мұнда блок екен. Жай алтын емес, телевизор и броня. Вроде үйді көрдік. Енді шығуға болады деген ойдамын. Бұған мен қазір айтам достар, қанша баға беретінді ойланып алайын. Достар, біз енді алтыннан жасалған үйді көрдік. Енді қазір мен бұған 10-нан 8 деген баға беремін. Мұнда заттар енді более-менее аз, сондықтан. Енді изумрудный үйге көшеміз. Ал ендеше достар, кеттік. Үйдің кіреберісіне кірдік. Мұнда тош тамақ ішетін жер, тоже светке байланысты. Жасыл. Мұнда төсек почему-то бірінші бөлмеде, криперден салынған сурет. Мұнда гүл бар. Терезе, шалкер. Кстати, шалкердің ішінде бізде изумруттар бар екен. Жақсы. Бәсе, Майнкрафтың лагын бәле болды ғой. Достар, бізде мұнда енді қалай айтсам болады? Зат аз. Мұнда бірақ та қонақтар келгенде енді әңгімелесуге әдемі деп ойлаймын. Енді шығып бұған да баға берейік. Вроде әдемі. Достар, мен изумрудный үйге ойлануылай неше баға беремін. Мен 10-нан 8 беремін. Бұл үй более-менее маған ұнады. Енді достар, алмазный үйге көшеміз. Соңғы. Бұған енді білмеймін неше берем. Үйге кіреміз. Үйдің кіреберісі ойбай лак болып кетті. Лак. Достар, бізде мұнда бір картина бар екен әдемі. Кстати, достар, мұнда бізде ең көп гүл, походу, алмазный үйде. Себебі қалған үйлерде бұндай жерде 1-2-ден болады, мұнда 3. Тамақ ішетін жер, тоже цветке байланысты көк. Логотип отыр. Мұнда енді более-менее норм. Мұнда төсек. Мұнда тоже криперге байланысты сурет. Төсек, броня бар. Броня алмазный. Жай броня емес. Мұнда достар, мұнда алмазға байланысты инструменттер. Лопата алайық. Бізде лопата жоқ үйде. Гүл тоже 4 гүл болды. Енді рекорд деп ойлаймын.
басқа үйлерден қарағанда ең көп. Міне достар, қайтадан көрсетіп жіберейін, осындай бізде үй. Так, достар, енді бұған мен білмеймін қандай баға берем. Так, бұған, қазір айтамын, шығып алайын үйден. Так, лопата, рахмет саған лопата. Так, вроде. Так, достар, вроде мен бұған баға берсем, оннан 9 деген баға берем. Маған, нормально ұнады. Ал достар, бүгін бізде осындай рубрика шықты. Кстати, маған ең қатты ұнаған темір үй болды. Сіздерге қайсы комментарийға жазып кетіңіздер. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.